Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл екінші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 84-ші сабақ. Біздің жобамыз денсаулық зор байлық. Бірінші жаттығу: суреттердің көмегімен сөз жұмбақты шеш. Мұнда балалар бірінші доп, екінші тұрған терезе, үшіншісі күн, төртіншісі сабақ, бесіншісі тарақ, алтыншысы су, жетіншісі сүлгі, сегізіншісі асық, тоғызыншысы қайық екен. Шешуіндегі сөз туралы білетініңді айт. Шешуіндегі сөз денсаулық екен, балалар. Денсаулық зор байлық. Келесі екінші жаттығу: денсаулық туралы мақал-мәтелдер мен өлең шумақтарын тауып жаз. Бірінші балалар мақал-мәтелдерді айтайық. Бірінші мақал: ең үлкен байлық денсаулық. Келесі екінші мақалымыз: дені саудың жаны сау. Келесі үшінші мақал-мәтеліміз: басты байлық денсаулық. Енді балалар өлең шумағын оқиық. Денсаулық ол күлуің, көңіл күйің жадырай. Денсаулық ол жүруің, ешбір жерің ауырмай. Келесі үшінші жаттығу: осы тақырыптың мазмұнын ашатын шағын мәтін жаз. Мәтіндегі сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Үшінші жаттығу бойынша балалар: денсаулық адам үшін ең маңызды. Оны сақтау үшін дұрыс тамақтанып, спортпен айналысу, жақсы ұйықтау керек. Дәруменге толы тағамдармен тамақтанып, таза ауада көп серуендеген дұрыс. Денсаулықты сақтау жақсы өмір сүрудің негізі. Мұнда балалар спортпен, яғни спорт түбірі пен жалғау. Дәрумен түбірі ге жалғау. Тағамдармен тағам түбірі дар жалғау мен жалғау. Денсаулық түбірі т жалғау. Келесі төртінші жаттығу: өзіңе ұнайтын спорт түрлерінің тізімін жаса. Оны сыныптастарыңа көрсетіп бағала. Яғни балалар футбол, баскетбол, теннис, волейбол. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.